Ассалаумағалейкум, сіздермен мен Азамат. Бүгін біз Майнкрафт ойнайтын боламыз. Майнкрафтта мен негізі бұл видеода сөйлемей түсірдім, сондықтан да мен қазір былай монтаж кезінде сөйлеп жатырмын. Ал достар, біз Genshin Impact'тың шықпай кеткен себебі бар. Ол 20 гигабайттық ойынның бүкілі де тазартылып кетті. Яғни енді басынан бастап оны қалай айтсам болады, почти скачать ету керек. 20 гигабайтты басынан бастап орнату керек, ойынды ойнау керек. Достар, қалай ойлайсыздар? Ойынды кәдімгідей сіздермен бірге басынан бастап түсіреміз бе, әлде басынан бастап түсіреміз, әлде мен кішкене сол адамдарды қайттан алып алғаннан кейін барып қайттан түсіреміз. Қалай ойлайсыздар? Соның барлығын де комментарийға жазып кетіңіздер. Ал енді лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең басты нәрсе. Яғни кейбір адамдар ойлайды, бұлар ютубтағылар, тиктоктағылар, инстаграмдағылар барлығы де ол лайк пен комментарийлардан ақша табады. Жоқ, олардың біреуі де ақша бермейді. Сондықтан да аямай тегін лайктарыңызды аямай басыңыздар. Ал енді сборка жасап алайық. Достар, мен қазір енді осы жерде ары қарай шахтаға кеткен болатын. Шахта іздеген, яғни шахта іздейміз. Сондықтан да бұл сіздер үшін өте тез уақыт болады. Не істеп отырмын? Иә. Кеттік. Я люблю быть один. Нет, мне не звони. Я не буду с тобой. Sorry, baby, мне надо идти. Я так устал тебя любить. Ты хотела вызвать ревность, а я вызвал тебе такси. Но я не пойму, кого выбрать из подруг, когда я хочу и ту, и ту, ту, и ту. Ал міне достар, шахтаға да келдік. Бұл шахтаны тапқаным маған өте қатты пайда келді. Оны себебін алда көресіздер. Себебі ол мына қараңыздар, қандай үлкен. Қазір болатын нәрсе де маған өте қатты пайда келді.
Қазір енді біз әрине темірлер алатын боламыз. Достар, қанеки аямай лайктарыңызды басыңыздар. Ержан бассы. Ержан көп видео көпсінде баспайтшы. Жоқ, сен емес, анау басқасы. Сосын анау балада лайк баспайды. Мына қыз да баспайды. Жоқ, сен емес, ана қыз. Ана қыз. Кім лайк баспайды, сол мұртты өкіп кетеді, давай. Лайк не вообще бізге мотивация. Лайк үшін дымды алмаймыз, достар. Кейбіреулер ойлайды бір нәрсе алады деп. Лайк, комментарий үшін. Ол просто адамға, қанша адамға ұнағанын көрсететін нәрсе. Бізге қанша көбісіне ұнады екен деп, біз одан сайын түсіруге талпынатын боламыз. Ал менде көп видео шықпай кетті. Неге десеңіздер, лайк баспайсыздар, конечно. Шықпайды. Мұнда алмас тауы. Мені сіздерге айтқан себеп, ол шақтың тапқан себеп. Несі, жақсы болды деген. Мені осы зат үшін. Алмас. Бұл оның үстіне бір емес. Қанша өткен айтпаймын. Давай, лайк басы. Мұрт өсір жүреме лайк бас. Бір кішкентай ғана соттайсыздар, неге? Мен өзім көрген қазақтардың бүкіліне де тіркеліп шыға салам да. Тіркелім. Ол жаңадан бастап отыр ма? Ол онша емес түсірді ма? Ол маған мүмкін ұнамайтын контент болса да лайк басып тіркеліп кетем обязательно. Осы жерде өстіп сындырып қойғам десең. Міне, тағы да бір алмас шықты. Достар, обязательно ойбай лайк деп атым. Алмазды тапқан кезде оның жан-жағын қасып көріңіздер. Сіз может шығады ғой, сосын оның жанында біреу тұрған шығар. Бір-екеу тұрған шығар, сіздер оны білмей қаласыздар. Сондықтан да обязательно қасып көріңіздер. Міне астынан да шықты, оның астынан да шықты десе. Осы үш алмазды алып қуанып кеттім мен негізі. Енді бағанадан бері бәленбайын көріп, оны тастап кеткен угольді енді іздеп жүрмін. Факел үшін.
қарап менсінбей тастаған өкіл іздеп жүрген шалбар жасаған. Өзінен өз келіп кеткен бір. Мына не десеңкі бұндай дейтін боларсың. Маған просто осындай қылып ойнаған кішкене қызығырақ болыпты. Оның несін жүгіретінде 2 рет басып жүгірмейсің. Ұрат мындай нелерді бірден басып тұрып заттарды қоя берсең де болады. Осындай не дәл ортасында тұрған зат арқылы бірден затта қанша блок қойғаныңды тексеріп көре аласың. Сонысы ұнайды маған осындайдың. Әрқайсысы әртүрлі. Көмірімізді таптық. Енді достар, кейбіреуіңізге қызық, кейбіреуіңізге қызық емес. Осылар алып отқан күнге көбірек ұнай ма әлі ұнамай ма, бүкіл нәрсені жазып отырсаңыздар. Бір нәрсе алмасты көріп кетіп қалсам, алмасты көрмей кетіп қалсам, керек зат болып қалса бір, солардың бүкілін де жазып отырыңыздар. Бүкілін оқимын, конечно, азақ адам жазсын. Бүкілін оқимын. Майнкрафт жаймен бұл 2010-да таза нақты Майнкрафт деген ойын болды. Бірақ ол Майнкрафт деп аталмаған басында. 2009-да шыққан негізі, бірақ содан бері әлі танымал ойын. Қандай мықты. Достар, өз ойынымды шығарып көрейін бе? Қалай ойлайсыздар? Қазіргі осындай шахталарды жасағанның бір жақсы, тез заттар таба аласың. Мынандай мысалға темірлерді болсын, оңай таба аласың. Смело жүгіріп жүре бересің. Далада балапандар шиқылдап жүр. Комментарий. Видео тиімді кім қаяқта тұратынын жазып кетіңіздер. Ал достар, мүмкін бұл шақты көбіңізге ұнамайтын болар, сондықтан да ары қарай тағы да тезірек өткіземіз. Яғни мен бұның соңында үй салдым. Үй салғанда ол вообще үйде емес, тым емес почти. Ағаш жетпей қалды соңында. Мен оны бір қызығы, мен мынаны тауып алдым. Мен негізі достар,
Мен шынымды айтайын, мирномен ойнайтын адам. Яғни сложномен мен ойбай нормальныймен өзімен легкомен де ойнай алмайтын адам. Шахтаға зомбилардың арасында кіре алмайтын адам болғандықтан мен мирномен ойнаймын. Еще шахтада осы қалай айтатын еді, босста кездестіргенімізде бұл өте мықты, бір жақсы, көз көрмейтіні ғана жақсы. Өте масқара шығады. Бұл босқа өте қатты қорқам. Бірші мынаның іші бос бөлмелер болады ғой, ішіне әлі дым да қойылмаған, жаңадан көшіп келетін да, немесе үйде ремонт жасаватқан кезде бүкіл нәрсені шығарып тастайсың ғой бөлмеден. Сол кезде жаңғырық болады. Тура сондай болды менің іші. Достар, ары қарай тағы да жылдам режимде көретін боласыздар. Вискас? Да это какой-то врискас. Еще два, еще немного, я точно сойду с ума. В голове пустота, в сундуке пустота, лишь еда, мне нужна руда. Собирают меня в пещере, не найдут. Я на блоке ставлю блоки, у меня алмазный лук. Hi, my name is Riskus, я уже близко, так, текайте быстро. Мой спаун, твой скам, ты это сделал сам. Теперь нас два. Меня два, еще немного, я точно сойду с ума. Меня два, меня три, с каким из них мне об этом поговорить? Рядом со мной быть опасно, у меня меч алмазный, лучше с ним не играться. Верни аву мою в рум, я гоню на вагонетке, как на Porsche Vroom. Я из края, но мы в аду. Мое сердце из бедрока, я вижу лишь пустоту. Меня два, еще немного, я точно сойду с ума. Меня два, меня три, с каким из них мне об этом поговорить? I wanna ra-ra-ra. 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 Наконец-то это закончилось. Достар, ары қарай біз шахтадан шыққаннан кейін бір үй салатын жер іздедім. Енді үй салатын жер керек. Қалай, музыка ұнады ма? Бұл бір ютубердің музыкасы, если что. Ал енді мен осы жерде осылайынан құлап түстім. Мен негізі бұл құлағанға жыным келді, құлап түскен кезде. Бостан босқа ағаштарын құрттым. Үй салатын ағаштарын бостан босқа құрттым. Осыған бола. Соң кезде мен дұрыстап ағаш үй саламай қалдым.
домалақ бастар дейсің. Мына қараңыздаршы, өте әдемі мына жер. Е, кімге ұнайды? Ұнады. Қар. Енді ары қарай жол жүреміз. Мен примерно осы жақтарға үй салдым. По полям, синий трактор едет нам. Осы жерде алдымнан Херабрин шыққан десең. Кім негізі Херабринге сенеді? Яғни Майнкрафтта Херабрин бар дегенге сенесіздер ме, достар? Ал енді келесі бөлімде, достар, біз яғни үй салатын боламыз. Үйімізді бітіріп, мүмкін атқа да барып қалармыз. Мен бұл видео 40 минут бойы түсірдім. Білесіздер, дейлендер. Мені дракон жеңу үшін 2 сағат, бір кезде 4 сағаттай жұмсаған. Мен 40 минут 30 минуттан примерно 6 серияма шығаратын шығарым, мүмкін. Шығаруым мүмкін сондай. Мне 2, мне 3. Протяните. Келесі видеода осыны жалғастырайын ба үйімді? Әлде мүмкін басқа да ойындар ойнап көрермін, достар. Сіздер комментарийға жазыңыздар. Не ойнаймыз? Жалғастырамыз ба? Мне 2, мне 3. Короче, достар, осымен видеомыз аяқталды. Сау болыңыздар.